Сәлеметсіздер ме оқушылар, 5-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін біз балалар аспан әлемінің құпиялары деп аталатын жаңа 9-шы бөлімді бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 1-2 сабақ сырлыда сиқырлы аспан әлемі. Тілдік бағдарымыз сан есім. Сабақтың мақсаты тыңдалым материалы бойынша жауап беру және бағалау, тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, сюжетті суреттердің желісі бойынша мәтін құрастыру. Бағалау критерийлері: тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап береді, сюжетті суреттердің желісі бойынша мәтін құрастырады. Балалар, болжау стратегиясы бойынша өз тақырыбымызға болжам жасап көрейікші. Суреттен не көріп тұрсыздар? Тамаша, жарайсыздар балалар, аспан денелерін көріп тұрсыздар. Ендеше тақырыбымызға байланысты бейне жазбаға назар аударамыз. Жұлдыздарды, айды, тіпті ғаламшарларды көре аламыз. Бірақ үлкен аюды, аңшыны немесе саршаянды көре аламыз ба? Ежелгі өркениеттің пайымдауынша олар жұлдыздардан құралған үлгілерді көре алған. Оларды шоқ жұлдыздар деп атаған болатын. Бұл ойдан құралған үлгілердің шын мағынасы болды. Әртүрлі жұлдыздар жылдың әртүрлі уақытында жердің әртүрлі аймақтарында көрінеді. Осыны біліп, адамдар жұлдыздар бойынша орын анықтай алған. Мысалы, солтүстік жарты шарда 7 қарақшы шоқ жұлдызы әрқашан көрінеді. Оның топтамасындағы жұлдыздар түрлі атаулармен белгілі. Соңғы 2 жұлдызды анықтап, түзу сызықты ойша жоғары жүргізсек, темірқазық жұлдызын табасыз. Жер айналатындықтан жұлдыздар түнгі аспанда көтеріліп көрінетін болу керек. Олар темірқазықта айналатын тәрізді. Мұның себебі оның солтүстік полюстің дәл төбесінде орналасқанына байланысты, түнгі аспанда оны таба алсаңыз, қай бағыттың солтүстік екенін білесіз деген сөз. Жаңа астрономияда шоқ жұлдыздар терминіне жаңа мағына беріледі. Ол ғарыш кеңістіктерін анықтайды. Аспан 88 шоқ жұлдызға бөлінген. Әр дара жұлдыз осы кеңістіктердің біріне жатады деп айтылады. Сонымен, келесі жолы аспанға қараған кезіңізде қай үлгіге кезігетіңізді байқаңыз. Ой түрткі сұрақтары. 1-ші тапсырма. Аспан әлемі сені қызықтыра ма? Аспандағы қай жұлдыздың атын білесіңдер? Жұлдыз жорамалға сенесіңдер ме? Оқушылар, мына ой түрткі сұрақтарына ауызша жауап береміз. Жауаптарымызды WhatsApp желісіне жібереміз. Дескриптор сұрақтарға жауап береді, өз ойларын айтады. Келесі тапсырма, 2-ші тапсырма. Қастек Баянбайдың өлең жолдары берілген. Өлеңді тыңдаңдар. Өлеңде не туралы айтылғанын қысқаша айтыңдар. Ақшам түсе қанат, ашық көкке қарап, күбірлетіп ернін, жатыр жұлдыз санап. Оған таныс еді жұлдыздардың көбі, шашыраған көкке көбіктей құс жолы. Батқан мөлдір көлге секілді алтын теңге, көрінеді анық темір қазық елге. Білмепті бұл бұрын, байқалды тек бүгін, жұлдыз санау деген жұмыс екен қиын. Дескриптор өлеңді тыңдайды, өлеңде не туралы айтылғанын қысқаша айтады. Тілдік бағдарымыз сан есім. Сан есім балалар заттың санын, мөлшерін, ретін білдіріп, қанша, неше, нешеу, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 5, 5-ші, 5-еу, 5-тен аса. Сан есімдер зат есіммен тіркесіп қолданылады. Сан есімде сын есім секілді заттанғанда көптеледі, жіктеледі, тәуелденеді, септеледі. Сан есімдер құрамына қарай дара сан есім, күрделі сан есім болып бөлінеді. Дара сан есім бір ғана түбірден, негізгі немесе туынды сан есімдерден тұрады. Мысалы, 7, 30, 3, 2. Күрделі сан есім кемінде 2 сөзден тұрады. Мысалы, 15, 40 шақты, 5-6.
Оқулығымыздың 152-ші бетіндегі 6-шы тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінді оқы, мәтіннен сан есімдерді тап, оларды құрамына қарай талда. Дескриптор мәтінді оқиды, мәтіннен сан есімдерді табады, оларды құрамына қарай талдайды. Келесі тапсырма. Сурет берілген, суретке қарап, аспан әлемінің құпиялары тақырыбында шағын мәтін құрап жазыңыздар. 10-12 сөйлем. Дескриптор сурет бойынша шағын мәтін құрап жазады. Оқу тапсырмасы. Аспан әлемінің құпиясы туралы аңыздар тауып жазу. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.